Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Жасын. Және бүгін біз кайдзен ойнайтын боламыз. Бұл Лузаман сериясының бірінші сериясы. Путь Лудамана қазақша және кеттік. Қазір стол сап көреміз. Стол санда оралатын боламыз достар. Все достар, біз дейтін төртінші столға кіріп алдық. Енді біз анимация жасап жерге жатып аламыз. Что бұл жақта опа кетті. Міне бірінші ләмп кетті. Бірінші ләмп тігілді. Қазір көреміз енді. Егер тактикаларыңыз болса, комментария жазып кетіңіздер. Бәрін міндетті түрде қарайтын боламын. Және де бұл победама жоқ. Фармила релакс алды. Бізде баланс 48 лям. Біз деген 40 лямға дейін ойнайтын боламыз. Немесе 60 лямға дейін көтереміз. Бізде эксперт лямп 4. Так, көреміз. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 және қайтып фармила релакс алып кетті. Ладно, ештеңе қылмайды. Болған көреміз. Так, что-то группа тормозит отыр. Қойып болмай отыр ма? Не дейді? Чай сұрап отыр ма? Вип нема дейді. Так, бізде Роман екен. Ромашка. Так, енді көретін боламыз. 1 лям 5. Және бұны Аля Милля дейтін алып кетіпті достар. Так, тағы да 1 лям. Бізге бір 60 лямдай көтерсек жетеді негізі достар. 15 лям көтерсек. Бізге 15 лям керек. Так, бұл және Николай дейді. Бізде мына жерде Аля, Фармила, Николай деп игроктар өздеріне 1 лямнан ұтып алыпты. 5, 4. Так, тағы көреміз. Что-то казино бермей тұр достар. Так, Фармила уже 3-ші рет ұтып отыр, достар. Фармиланың что-то жол болып тұр. Так, дальше көреміз. Так, дальше. Біз уже Ислам минустамыз. Қайтып Николай. Бізде қанша 49 лям болды ма? 6 лям минустамыз. Енді 3 ставка қалды. 3 ставка 40 лямға дейін өлем деген. Бұл музыка осы қойыпты. Поисқа. Ладно, оған мән бермейміз. Өзіміздің ойынымызды дальше жалғастырамыз. Және Фармила уже 4-ші рет ұтып отыр достар. Фармиланың что-то жолы болып отыр. Каждый серия сайын біз 10 лямға ойнайтын боламыз. Бүгін неровный баланс болсын. Солай 40 лямға дейін ойнаймыз деп шештік. Лекс 5. Және де Фармила уже 5-ші рет ұтып отыр достар. Қателеспесем. Біз уже 8 лям минустамыз. Соңғы ставка және де Оста отан бекен. Так, дай 300 дейді нау. Оста отсақ группаға чай береміз біз. Және достар 9 очкомен 1-ші рет ұтып тұр уже. 9 ставкадан бері енді 1-ші рет ұтып тұрық. Тағы бізде 4 попытка бар. Дальше айналдырамыз. Дальше больше, давай. И әдемі тағы 2-ші рет ұтып отырып. Біз уже 47 лям болды достар.
Нормально. Жаймен баланс қайтарып отырық. 11 очко ұмыттық. Енді 6, 5, 4, 3, 2, 1 және Николай уже 300 ұзып отыр. Мияқта тек Алия деген и Родион пестик дейді. Оның орнына негізі жаңа бана басқадан болған. Бірақ осылай шашан шару болды. Так, енді көреміз. 4, 3, 2, 1 және Михаил Омарович. Тағы ұттық, достар. Біз уже ұтылған жаңа 9 лямды қайтарып алдық. Енді бізге 11 лям көтеру керек. Немесе қазір осы серияда 55 лям көтерсек жарайды, достар. 55 лям нормально жетеді. Так, енді көреміз. 3, 2, 1 және Фармила. Фармила уже 6 рет ұтып отыр, достар. Біз 3 рет ұтсақ, ол 6 рет ұтты уже. Дальше көреміз. Что-то мияқта Алия мен Родион дейтін кәдімде қадалып отыр. Николай былай ұтып тұр. Біз былай жаңа енді бастап отырық. Мияқта пайда көріп тұрған тек Фармила релакс. Және Фармила релакс қайтып. Уже 7-ші ұтып отыр мынау баламыз. Бұған казино бере берсекенде бізге бермей. Так, дальше көреміз. Бізде қазір баланс 46 лям. Общий банк 5 лям. Отсақ сонда 51 лям болады екен, достар. Дальше көреміз. Және Фармила уже нешінші ұтып отыр? 8-ші ұтып отыр Фармила. Фармила кәдімде айырып отыр екен. Мияқта уже боғыздар кетіп отыр. Ема кетіп отыр екен, боғыздар кетіп отыр екен. Форумға жазсақ бекен, жазбасақ бекен. Оппа, Родион бірінші победасын жасады. Красавчик. Жаңа мияқта кім болырды? Алян. Фармила. Фармила 8 победасын жасап, нормально ақша көтеріп енді шығып кетті. Негізі осылай істеген дұрыс, достар. Казинода көп ойнамаған дұрыс негізі. Мен енді видео болсын енді отырмын. Дальше көреміз. Дальше давай. И Алия Миллер. Көптен өткен победасын жасады оңдауда. Екінші победасы ма? Екінші победасын дейді. Біз дейтін бір анимкада жағатырық қасқа. Ладно, достар, осы жолдан бір победа и басқа столға ауысатын боламыз. Осы жолдан шығып, басқа столға ауысатын боламыз. Что-то на стол бермей кетті. Бірі берсін. Берді ма? Оппо, достар. 2 очкомен алдық. 11 очкомен. Тағы бір шанс беріп көрейік. Казинода шанс берейік негізі. Осы ұтылсақ, басқа стол ауысатын боламыз. Көрейік. Не істейді екен, бермей екен. И берді, достар. Берді, 51 лям болды, достар. 2 лям плюсқа кірдік, енді бізге 9 лям болды. 9 лям болды, 9. Мияқта Джон деген место парни деп жатыр. Мияқта Артем Хавана дейді. Ол кіре алмай тұр, достар. Так, Родион. Бұл Родионға 10 түстен аған дейтін 11 ұтып көттерді, көрдіңдер ме, достар? Бір очконың өзі қалай влиять ететін. Үшінші серия бастап кетті, но Алияны ұтпей. Алия боқты отқан шығар мияқта. Көрейік бір и Лим. Лим дейтін жаңа келген игрок. Фармиланың орнына келген игрок. Нормально өтерді. Так, 5, 4, 3, 2, 1 және Николай дейді. Николай уже екінші тұтып отыр. Шапан ұтты, жаңа ұтты. Енді біз ұтқаннан кейін 2 ұтты уже подряд. Так, дальше көреміз. Дальше. Алия что-то тікпей қалды. Оппо, бізге келді победа. Біз 51 лямды қайтардық. Мияқта Алияға орын бер деп жатыр.
Аля походу бүкіл ақшасын ұтылып қалды ау. Дальше көреміз. Так, оппо, тағы ұттық достар. Бізде баланс 53 лям болды. Енді бізге 7 лям керек. 7 лям болды. Былай қарасаң 7 лям ғой, 2 победа. Негізі беруіне болады, казиноның беруіне болады негізі. Ладно, 60 лямнан кетпей ақ қояйық. 55 ляммен қайта салатын болайық. 55 ляммен айтып келесі серияда уже 50-ден 70-ге дейін көтеретін боламыз. Либо 65 тоже. Негізі көп ойнағым келіп тұрған жоқ өзімнің де. Что-то казино бермей қою мүмкін. Казино сидетуі мүмкін до конца. Ладно, көреміз. И берді достар, міне. Болды, 56 лям болды, тағы бір сақ қалды, тігеміз бе, тікпейміз бе? Ладно, тік көрейік. Осы бермесе қайта саламыз. Так, көрейік. 4, 3, 2, 1 және бермеді достар, бермеді. Так, осы серияда біз дейтін 49 лям болса, біз деген сонда 6 лям көтерді достар. Осы серияда плюс 6 лям. Егер серия ұнаса лайк басып коммент жазыңыздар. Келесі серия 10 лайктен кейін шығады. Осы видеода 10 лайк жинаса, келесі серия уже сразу шығады. Және бәріңе сау болыңыздар достар. Давайте.